Құрметті достар, қайырлы кеш. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Өткен сабақты еске салып, 1 минут уақыт бөліп шолу жасап жіберейік. Өткен сабақта миссиямызды айқындап алдық, одан мақсат қоюдың маңыздылығына тоқталдық, мақсат қоюдың 3 қадамын өттік, смарт талаптарды таңдадық. Мақсат қою жоспар құрумен жалғасты, өздеріңіз білесіздер. Оны жүзеге асырғанда ойда болатын мәселелерді әңгіме еттік. Үй жұмысына отбасылық миссияны анықтап, отбасылық мақсат қоюды берген болатынмын, орындадыңыздар деп ойлаймын. Бүгін эмоциялық интеллект тақырыбын бастаймыз. Орташа оқитын оқушылар өмірде неге үздік оқитындарға қарағанда табыстылау болып жатады? Бәрі бірдей емес, дегенмен арасында бар, тіпті көп. Жетістіктің құпиясы білім бе, жоқ, одан да басқа бір нәрселер бар ма? Егер болса, оны қалай үйренеміз? Бүгінгі сабақ осыған арналады. Алдымен бүгінгі сабақ жоспарымен таныстырып өтейін. Слайдқа көз жүгіртсеңіздер, жетістік дегеніміз не? Жетістікке қалай жетеміз? Білімділердің бәрі жетістікке жете ме? Генийлердің генетикалық сынағы, жетістікке білімнен басқа не керек? Эмоциялық интеллекттің қызметтегі маңызы, ұжыммен сыйласпаған Google, Нұржанның мысалы, эмоциялық интеллекттің өмірдегі маңызы, тойда бұлқан-талқан болып, үйіне оралған Аслан мен Нарғыздың мысалы, эмоцияның 6 түрі, адам ақылының 2 бастауы, ақылды адамнан ақылды қоғамға эмоцияны басқаруды үйренуге бола ма? Міне, осындай бүгінгі сабақ өткен 2 сабақтан ұзағырақ болуы мүмкін. Жетістікке жеткісі келетін әр адам түсінуге тиіс ақиқатты толығырақ қамтуға тырыстым. Бұл жолы жаңағындай бірнеше апта дайындалып осы сабақ үшін. Сонымен құрметті курсқа қатысушылар, әр адамның бойында бір құдірет бар. Сізде бар, менде бар, бәрімізде бар. Оның бар екен көбіміз біле бермейміз. Бірақ дәл осы құдірет бізді 10 жыл мектеп табалдырығын аттатып, 4-5 жыл университетте оқытып, әйтпесе 15 жыл не үшін оқимыз? Дәл сол құдірет бізді таңертең тұрғызады да жұмысқа асықтырады. Оның аты жетістікке құлшыныс. Жетістікке құлшыныс. Өмірде бәрімізде жетістікке жеткіміз келеді. Осы курсқа қатысып жатқандарыңыздың өзін жетістікке құлшыныс деп мен бағалаймын. Ал жетістік дегеніміз не? Жетістік дегеніміз көп. Жетістік деген жалпы көп айтылатын сөз ғой. Сабыстылық, жетістік. Бәріміз ұмтыламыз жетістікке. Бірақ нақты біле бермеуіміз мүмкін. Біздің жетістігіміз не? Сіздікі қандай? Басқа адамдікі қандай? Жетістік альпинистер ұмтылатын Эверест сияқты ең биік бір шың емес. Ең бір биік шың адам үшін не болу керек? Форбсқа ену, болмаса Нобель алу сияқты. Жетістіктің миллион нұсқасы болады. Адамына, жынысына, жасына қарай жетістіктің түрлері өте көп. Айталық, біріншіден, жетістікті адам жасына байланыстырсақ, адам жасына байланысты өзгеріп отырады жетістік. Бір жасар бала үшін айталық, тәй-тәй басудың өзі жетістік. Ал ересек адам үшін жетістік дегеніміз қызметтен өсу болуы мүмкін, кәсіпкер үшін пайда табу болуы мүмкін, науқас үшін жазылып кету болуы мүмкін. Міне. Екіншіден, жетістік адамның әлеуметтік жағдайы мен қоғамдық мәртебесіне байланысты өзгеріп отырады. Мәселен, қарапайым адам үшін жетістік баспаналы болу болса, айталық, президент үшін елдің экономикасын дамыту жетістік. Былайша айтқанда, уайымы бөлектің жаңағы жетістігі бөлек десек болады. Үшіншіден, жетістік заманына қарай да өзгеріп отырады. Осыдан 100 жыл бұрынғы жігітке тұлпар міну мәселен үлкен жетістік болса, қазіргі жігіттерге көлік сатып алу жетістіктердің бірі болуы мүмкін. Көрдіңіз ғой?
Төртіншіден, жетістік қоғамына қарай да өзгеріп отырады. Айталық, дамыған елдер басқа планеталарды игереміз деп, жаңағы Элон Масктар атсалысып жатса, кейбір елдер үшін қарапайым, жаңа тіс шұқитын сияқты қарапайым нәрселерді шығарудың өзі үлкен жетістік болып көрінуі мүмкін да. Көрдіңіз ғой, қоғамына байланысты жетістікті өзгеріп отырады. Әйтсе де, жетістіктің бір сипаты біреу ғана сипаты. Миллион түрі болуы мүмкін жетістіктің, бірақ сипаты біреу. Қай заманда да, 100 жыл бұрын, 1000 жыл бұрын, қай қоғамда да, Еуропада да, Жапонияда да, Америкада да, қай жастағы адам болсын, жас болсын, жасамыс болсын, артқа кетсем, жұмыссыз қалсам, науқасқа шалдықсам, шығынға батсам, құрсын, әрі айтқанда өліп қалсам деп жүретін адам жоқтың қасы. Сондықтан жетістіктің жалпыға ортақ сипаты өрлеу. Демек, жаманнан жақсыға жету, жақсыдан өте жақсыға, жасампаздыққа жету. Міне. Енді жетістікке қалай жетеміз, қалай өрлейміз, жетістіктің миллион нұсқасы болса да оған жетер жол санаулы дедік. Солардың ең бастысы білім. Білім барлық жетістіктің бастауына екенін барлық заман соған ешқандай шүбә келтірмеген. Жетістікке жеткісі келетін адам болса, тек білім алсын. Жетістікке жеткісі келетін қоғам болса, тек қана білім алсын. Әр елдің басты ұлттық идеологиясына айналды. Білім. Оқы, және оқы. Білімнің жетістіктің құпиясы екенін көне гректер айтқан. Платонның мемлекет деген еңбегінде былай жазады. Адамдарға білім беру керек, және ол мемлекеттің есебінен болуы тиіс дейді. Біздің дәуірімізге дейін 4-ші ғасырда солай айтқан. Әлемдегі барлық елдерде мектеп білімі, көбіне жоғары білім тегін. Тегін білім деген тұжырым бастауын сонау көне гректерден алған. Көне гректерден енді өзіміздің түркі заманына өтейік. Түркі заманда Махмұд Қашқари, ұлым саған айтайын өсетін дананың. Білімдіні таныда, соңынан ер қарағым деп өсет айтқан. Білімдінің ізінен ер, сол саған жетістікке апарар жолды көрсетеді, дейді Махмұд Қашқари. Көрдіңіз ғой. 19-шы ғасырға бесіндеп келе берейік. Ыбырай Алтынсарин атамыздың оқысаңдар балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан, іздемей-ақ табылар, кел балалар оқылық, ықыласпен тоқылық деген өлеңін бәріміз жақтап өстік. Алтынсаринде білім алуға үндейді. Тілегенің алдыңнан шығады дейді. Демек, жетістікке білім арқылы қиналмай жетесің дейді. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Міне, Ыбырай атамыз білім алуға ғана шақырып қоймайды бұл жерде. Білім алған елдердің дамып кеткенін айғақ ретінде мысал келтіреді. Ал 20-шы ғасырға келейік. Мұхтар Әуезов. Халық мен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім деген ой айтады. Демек, тұтас бір халық жетістікке жетсе де, жекелеген адамдар жетістікке жетсе де, тек білім арқылы дейді. Білім арқылы. Демек, адам осса да, тосса да білімнен. 21-ші ғасырды кімді мысалға келтірейін деп біраз ойлан елбасының сөзін түртіп алдым. Терең білім тәуелсіздігіміздің тірегі дейді ол кісі. Демек, ел болып қаламыз ба, қалмаймыз ба? Білімге байланысты. Әрқайсымыздың білімімізге байланысты. Енді қараңыз, адамзат жетістіктің кілті білім деп білген. Бұл сенімді еш
заман өзгерте алмаған. Біздің дәуірімізге дейінгі гректерде, орта ғасырдағы жаңа Махмуд Қашқари айтып жатқан бабамыз, 19 ғасырдағы Ыбырай атамыз, 20 ғасырдағы Мұхтар ағамыз да білімге басымдық береді. Бұл ой қай елге барсаңыз да өзгермейді. Кез келген елдің данышпан даналарын нақылын оқып, мәселен, нақылын тыңдаңыз, білім барлық жерде бірінші орында, бірінші орынға шығады. Даму үшін не істеу керек? Адам болу үшін не істеу керек? Білім алу керек, білім алу керек, білім алу керек. Міне сонымен сөз жоқ. Білім жетістіктің кілті. Бұл аксиома, ешкім өзгерте алмайтын шындық. Ғасырлар бойғы идеологиялық жұмыс өз нәтижесін берді. Адам дамуында, мемлекет дамуында білімнен байланыстырылған соң мемлекеттер білімге қаржыны аямады. Кез келген елде білім бюджет есебінен берді. Слайдта назар аударыңыздар, нәтижесінде осыдан 2 ғасыр бұрын әлемде 10 адамның бірі ғана хат таныса, 10 адамның бірі ғана хат таныған. Қараңыздар міне. 1800 жыл. Хат тану деген жалпы білімділіктің rate of literacy дейді, жалпы білімділікті сол хат танумен, хабар жазумен айырады. Қазір 10 адамның 9-ы хат таниды. 10 адамның 9-ы. Келесі слайдқа қарасаңыздар, Қазақстанда тіпті сауаттылық көрсеткіші 99-да 7%. Хат танымайтын адам жоқтың қасы. Бәріміз ең құрғанда мектеп бітірдік. Университет тамамдадық. Арамызда бір емес бірнеше оқу орнын бітіргендер бар. Әлем қазір білімді. Қазақстан қазір білімді. Бірақ әлемдегі барлық мемлекет неге бірдей дамып кетпейді? Қазақстандағы адамның бәрі білімді, олардың барлығы бірдей неге жетістікке жетпейді? Міне әңгіме осы. Білімнің бәрі, білімдінің барлығы жетістікке жете ма? Міне осы сұрақ тек мен емес, біраз адамды ойландырған. Осы мәселеге келу үшін мен генийлердің генетикалық сынағын мысалға келтіргім келіп отыр. Осы генийлердің генетикалық сынағы деген өте бір мықты сынақ жүргізілген. Неге осы білімді адам бәрі неге жетістікке жетпейді? Жетістікке жете ма, жетпей ма деген. Содан ғалымдар білімді адамдардың барлығы өмірде неге бәрі бірдей жетістікке жете бермейтінін жатып алып зерттейді ғой. Кейде 5-пен оқыған оқушылар бағана айтқандай өскен соң 3-пен оқығандардың қол астында жұмыс жасап жүреді. Сондай міне әрмен қарай білімдінің бәрі жетістікке жетемеге деген тақырыпты қозғаймыз. Слайдта қарап отырсыздар. Осы сұрақ 1921 жылдан бері зерттеліп келе жатыр. Евгеника деген ілім бар. Бұл сөз грек тілінен алынған термин. Текті деген сөз, евгеника. Текті деген мағына береді. Адамдарды сұрыптап, сапасын арттыру жөнінде біздің дәуірімізге дейін тіпті көне грек ойшыл Платон айтқан екен осыны. Осы ілімнің ізін қуалаушылардың бірі Льюис Терман деген суретті көріп отырсыздар. Көп зерттеген адам. Терман жалпы Стэнфорд университетінің іргесінде жаңағы жоғарыда айтқан генийлердің генетикалық сынағын деген зерттеу жүргізеді. Ағылшыншасы Genetic Studies of Genius. Оны Терманның дарынды балалар зерттеу деп те атайды. Психологиялық зерттеулердің ішінде ең көнесі әрі ең ұзақ созылған дәл осы зерттеу. Бұл зерттеу 1900 бағана айтқан 21 жылы басталған, жалпы әлі жүріп жатыр. Зерттеу нәтижесі бойынша 5 кітап жазылған. Терман ол былай болады. Терман ең жақсы оқитын балаларды Америкадағы, Калифорнияның штаттары өте бай штат. Таңдап алады да, ең жақсы оқитын IQ мықты жаңағы тест арқылы таңдап алады. Оның ойынша жаңағы ақылды балалар, білімді балалар болашақта Американың элитасына айналуға тиіс
алғашында 1000 баланы іріктейміз деген, бірақ тестілеу нәтижесі бойынша 1500 баладан астам іріктеп алады. Араға 5 жыл салып, жаңағы әлгі балаларды тауып алып, шақырып, олар немен айналысып жатыр, қандай жетістікке жеткенін біліп отырады. 1500 баланың арасында қызметте жетістікке жеткендер болған, бірақ жарып шыққандар болмаған. Жарып шыққандар болмаған. Бұрынғы жақсы оқыған, айтайық, яғни IQ тесттен жоғары бал алғандардың көбі қатардағы адамдарға айналады. Терман 1956 жылы қайтыс болардың алдында, 56 жылы қайтыс болардың алдында өмір бойғы еңбегін бір ауыз сөзбен, мынандай сөзбен қорытындылайды ғой. Қалай болғанда да интеллект пен жетістіктің бір-бірімен аса байланысы жоқ екеніне куә болдық дейді. Көрдіңіз ғой? Міне, ақыл мен жетістіктің байланысын зерттеуге ғұмырын жұмсаған ғалымның соңғы жаңағы түйіні сондай болған. Жетістік пен интеллекттің арасында көп байланыс жоқ деп соңғы нүктесін қойған. Білім әрине іргетас. Білімсіз жетістікке жетемін деп ұмтылудың өзі қиындау шығар. Бірақ барлық жараны жазатын немесе тигізген жерін осындай бүйтіп құлпыртып жіберетін сиқырлы таяқша емес. Одан әрмен қарай жетістікке білімнен басқа не керек деген сұрақты қазбалайды. Ғылым дегеннің бір жақсы жері кәдімгі соңына дейін шындықты тапқанша қазылып. Кез келген зат бір бөлшектен тұрмайды, кез келген нәрсе бір бөлшектен тұрмайды. Мышканы алып қарайық, мәселен, мынаның ішінде қанша бөлшегі бар. Мәселен, қарапайым нанды алып қарайық, нан пісіруге ұн керек, су керек, сосын не керек, астық керек, аздап жаңа тұз қосасыз, дәмін беру үшін нанның. Одан иінін қандырып, илейсіз оны жақсылап. Өзден кезде нан пісіретінім жатақханада тұр. Сонда жетістікке сөйтіп бар, бәрін қосқан соң бар, бір өнім шығады. Жетістікке жету үшін білімге қоса басқа да заттар керек. Ол қандай заттар болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Қандай жаңыз, не керек жетістікке? Білімнен басқа. Бұл сұрақ 80-ші жылдан бері қарай зерттеле бастаған. Өздеріңіз білесіздер, IQ деген термин бар. IQ деген термин Intelligent Quotient, зияткерлік коэффициент деп аударып жүрміз, IQ-ді қазақша. Бұл терминді неміс ғалым Вильям Стерн деген кісі 1912 жылы ғылыми айналымға енгізді. Бұл тез адамның ақыл ойының қаншалық дамыған зерттейді. IQ-ге ұқсас EQ деген тағы бір термин бар. Emotional Quotient, адамның эмоциялық дамуын өлшейді. Бұл терминді 1985 жылы клиникалық физиолог Рувен Бар-Он деген кісі шығарған. Сосын 10 жылдан кейін 90-шы жылы Джон Майер мен Питер Соловей деген слайдты көріп отырсыздар. Екі кісі сол кісілер ары қарай дамытып, эмоциялық интеллект деген түсінікке алып келді. Оларға тағы бір ғалым Дэниел Голман қосылып, адам жетістікке жету үшін білім ғана емес, эмоциялық интеллект керек деген дәлелдеп шықты. 95 жылы Голманның эмоциялық интеллект деген кітабын жария етті. Мүмкіндік болса оқып шығыңыздар. Өте қызық кітап. Әліге дейін адамның деңгейін білім білікпен өлшеп келеміз. Соған қарамай, адамның мәселен білімін мектепке мұғалімдер баға қою арқылы өлшесе, жоғары оқу орнына түсу үшін ұлттық бірыңғай тест тапсырамыз. Университетте біздің білімімізді көрсеткіші GPA дейді, Grade Point Average, сонымен өлшейді. Көрдіңіз ғой? Жоғарыдағы бағанағы айтқан терминнің зерттеуін білесіздер.
енді бізде жақсы оқығандардың барлығы түгелдей жетістікке жетіп жатыр ма, жатқан жоқ па, оны өздеріңіз жауап беріңіздер. Голманның уәжіне сүйенсек, жұмыста табысты боласың ба, жоқ әлде болмайсың ба, өмірде жетістікке жетесің ба, әлде жетпейсің ба, тек 15% ғана біліммен байланысты екен. 15%. Голман айтады, 15% білімге байланысты дейді. Былайынша айтқанда, оқу орнында жетістікке жету үшін, сізге мектепте 5-пен оқу үшін, қызыл диплом алу үшін IQ керек. Ал жұмыста жетістікке жету үшін сізге EQ керек, emotional quotient, эмоциялық интеллект керек, былай қарағанда. Қазақта шапаныңа қарап қарсы алады, ақылыңа қарап шығарып салады деген сөз бар. Сол сияқты біліміңе қарап қарсы алады адамдар, эмоцияңа қарап шығарып салады. Жаңағы бір мысал айтып жіберейін осы жерде. Мәселен, бір адамға баға беретін кезде сіз ойбай білімді екен, 5-пен оқыды, жаңағындай қызыл диплом алды деп айтпайсыз ғой. Сіз оның қандай жақсы адам ба, адамдармен тіл табыса ала ма, жаңағы ел кезек па, міне сондай эмоциясына келетін дүниелермен бағалайсыз да. Сонымен эмоциялық интеллект дегеніміз не? Осы сұраққа жауап бере кетейік. Бағанан бері айтып жатырмыз эмоциялық интеллект деп. Бұл сөздің терминдермен тұсалған түрлі анықтамасы бар. Қарапайым сөзбен айтар болсақ, өзіңнің және өзгенің эмоциясын түсіну және басқару. Былайша айтқанда бір қиын сөз сияқты, бірақ қазір қарапайым бір оқиға айтып беремін, содан кейін өздеріңіз түсінесіздер. Эмоцияны басқару деген не, өзіңнің эмоцияны басқару, өзгенің эмоциясын басқару деген не, оны эмоцияны түсіну деген не екен, бәрі айдай анық болады. Сонымен эмоциялық интеллект түсінікті болу үшін Нұржан деген жігіттің бір әңгімесін айтып берейін. Нұржан жалпы 30-дар шамасындағы жігіт, мектепті 5-ке бітірген, жақсы жаңа оқу орнына түскен, сосын шетелге барып та оқып қайтады, математикаға жүйрік, Қазақстандағы бір ірі компаниялардың бірінде қызмет атқарады. Оқығаны бар, тоқығаны бар, ойға жүйрік, енді ақылға жігіт қой енді. Басшылық берген тапсырманы мінсіз болып орындайды, дедлайнды жіберіп алмайды, айтады орындайды, әдемі, керемет. Жады да мықты, жаңағындай, білмейтін заты жоқ. Сол үшін оны достары Google Нұржан деп атап кеткен, Google Нұржан. Содан қабілетіне қарай әлгі жігітті бөлім бастық етіп тағайындайды. Қарамағында 20 шақты адам істеген. Өзінің білгірі болған соң, жаңа қарамағындағылар орындай алмаған тапсырмаларды орындап жүрген соң осы жігітті қояды ғой. Бірақ ол бөлім басшысы болып алады, жаңағы қасындағы өзінде бөлімдегі істейтін адамдардың. Енді бұл сияқты мықты емес қой енді. Соң көңіл толмайды. Өзі жаңа қайта жасап шығады. Сөйтіп отырғанда енді 20 адам жұмысын енді өзі арқылы өткізген соң жүйкешті сыр береді. Сонымен 20 адамның хатқа барып, жаңа үстіне шұқшиып қарап, отыруда оңай емес, уақыт алады дегендей. Сонымен кейбір қызметкерлер жаңа тапсырманы орындап үлгере алмаса, оны жаңа 9-дан 1 минут болмаса кешіп келіп жатса, соның бәрін қадағалап, неге кешіп жүрсің, неге дұрыс орындамайсың деп жаңағы. Ешқайсына көңіл толмайды. Өзінен мықты адам жоқ. Шындығында солай, өзінен мықты адам жоқ. Үстем сөйлеп, сосын бұйыра бастайды, жаңағыдай бастық болып қалады да. Оның орнында шығармасын, ешкім істей алмай жатса қайтеді енді. Біреудің жаңа ойластырылмаған ұсынысы ұнамаса, жаңағыдай аузын аштырмайды. Сосын нашар қызметкерлердің іс-әрекетін сапасыз жұмыстың үлгісінде көрсетіп, жиналыстың үстінде көзінше сөгеді, мына сияқты жұмыс жасамаңдар дегендей.
ұжымы ол жігіттің Google Нұржанның мықты екенін мойындайды, бірақ мінез құлқы ұнамайды, түсінікті ғой, неге ұнамайды. Оның алдына кіріп шығудың өзі жаңағыдай үлкен сынақ болады адамдарға. Бұрын қалай анау мынау деп жүрген жігіт жаңа кіріп шыққан кезде адамдар сұрайды, жаңағы Нұржанның көңіл күйі қалай? Сөйтіп алдынан кірген адамнан сұрақ барып, соған міне икемделіп, бәрі осы Нұржанның көңіл күйіне қарап қалады. Нұржан кезінде мәселен ұбт-дан ең жоғары балл алғандарының бірі болыпты. Десе де жаңағы ашуланшақ болып кеткен, соңғы уақытта сонымен достарымен де тіл табыспаған, өзінің жаңағы достары да көп емес, азаннан кешкен шұқшиып әркімнің қатесін жаңағы неғып отырған соң уақыт таппайды. Әріптестері де оны адам ретінде емес, бастық ретінде қарайды, тапсырмасын ғана орындайды. Нұржан қанша жерден білгірі болғанымен бүкіл басқарманың жұмысын бір өзі істей алмай қой. Ақыры соңында ұжыммен сыйыспай, оның тапсырмасын қызметкерлер жүре барып тыңдап, кейіннен тіпті тыңдамай, абырой беделден айырылып, жұмыстан Нұрекең шығып кетуге мәжбүр болады. Көрдіңіз ғой. Мұндай кісілер өте көп, айналаңызда да бар шығар. Олар өте білімді, бірақ эмоциялық интеллектісі төмен. Егер олар осылай кете берсе, мәселен, өмірде де, қызметте де, отбасында да бір аса жетістікке жетпейді. Ал эмоциялық интеллекті дамытса, бір керемет адам, керемет маман болады. Бұл мысал Google Нұржанның эмоциялық интеллектке қызметтегі, эмоциялық интеллекттің қызметтегі рөлін айтқан болатын. Енді мына келесі мысалға қараңыздар. Енді айтқым келіп отырған Аслан мен Нарғыз туралы отбасылы жаңағы ерлі-зайыптылар. Олардың отбасылық өмірде эмоциялық интеллектке деген қажеттілігін баяндап берейін, әңгімелеп берейін. Нарғыз деген бір кісіні танимын. Өткенде жолай кездесіп қалдым, ашуланып, бұлқан-талқан болып кетіп бара жатыр екен. Соны айтым, не болды? Жақсы араласатын бір достарын тойына барыпты. Ол дос үлкен қызметте істейді екен. Нарғыз жолдасы екеуі енді достың енді абыройлы досы болса керек, енді беделді деген сияқты. Жолдасы Асланмен тойға бармастың алдында барын салып қызмет етеді ғой. Сосын жақсы бағаға бір ресторан тауып береді, өзінің айтуы бойынша. Тойға қосқаным деп бір әншіге өздерінің атынан тапсырыс береді. Сонымен не болады? Әлгі досы той барысында Нарғызбен күйеуіне көп көңіл бөлмеген ғой. Той соңында тіпті рахмет айтпапты. Енді өздерінің айтқанын айтып отырмын мен. Осының бәрі көңілді кірлетіп, ішке бу толып, жарылудың алдында тұрғанда той иесі Нарғыздың күйеуіне, Асланға қарата сәтсіз бір әзіл айтады. Мүмкін әзіл орынды болған болар, кім біледі, оның қасында болған жоқпын. Бірақ енді жарылайын деп тұрған адамға кез келген әзіл бір мазақ болып көрінуі мүмкін ғой. Сонымен 4 сағат бұрын киініп, таранып, тойдың алдында деймін да, ой, бүгін жақсылап қыдырамыз, көңіл көтереміз деп келген Аслан мен Нарғыз быт-шыт болып, боқтанып үйіне қайтады. Кеше өткен ғой тойын, мен тойдың ертесіне көріп тұрмын, ашу әлі тарқамаған. Сіркес су көтермей келе жатқанда, сонда подъезде біреу кездесіп қалып, онымен салғыласып, үйінде әлі ұйықтамаған балаларына шүйлікіп деген сияқты міне. Бұл жерде кінәліні анықтайын деп отырған жоқпын. Эмоциялық интеллекттің жетіспеушілігіне тоқталғым келіп отырды осы мысалда. Эмоциялық интеллект жоғары адамдар айталық.
айтайық досы дейік та, досы эмоциялық интеллект жоғары болса, болмаса өзінде әркімнің эмоциясын түсініп, анау көріп отыр ғой, Нарғыздың күйеуі Асланның жаңағында жынданып сөйтіп жүрген. Демек, досы эмоциялық интеллектінің төмен болған шығар. Оның эмоциясын түсінбейді, не ішінде не жатқан, жалпы ішінде не жатқан бетіңнен көрініп тұрады ғой. Біреуге мәселен рахмет айтып, біреудің арқасынан қағып, сол тойдан жаңағы аламыз деп келген эмоциясын қайтару керек қой үй иесі, былайынша айтқанда. Аслан, Нарғыз, сіздерге рахмет деген сияқты. Сіздер болмағанда той өтпейтін еді, мәселен, солай. Міне, бұл жерде енді Аслан мен Нарғызда да эмоциялық интеллект жетіспейді. Себебі эмоциялық интеллекттің 6 дағдысының бірі эмпатия. Эмпатияға 1 сағат оқытып өтеміз. Өзіңді өзгенің орнына қоя білу деген сөз, эмпатия деген. Достары оларды ренжітейін деп ренжітпеген болар деп ойлаймын енді. Қонақ көп, көбіне жаңағындай көңіл бөліп үлгере алмайсың. Той өткізіп жүрсіздер ғой. Міне, олар былай қарағанда қонақтар Аслан мен Нарғыз өздерінің эмоциясын басқара алмады да бұл жерде. Демек, ана той иелерінің орнына қою керек еді. Біз сөйтсек қалай болар еді деген сияқты міне. Міне, эмоциялық интеллект дегеніміз өзіңнің және өзгенің эмоциясын түсіну және басқару. Сонымен эмоциялық интеллекттің жетіспеушілігінен тойға желпініп барып, бұлқан, талқан болып қайтқан ерлі-зайыптылар. Осы сабақтың алдында оларға хабарластым, осы дайындалып жүргенде. Қалай болды, не болды деп. Әлгі досымен аралары суысып кеткен, әлі араласпайды. Енді шынында да жаңағы Нарғыз, Аслан деп отырғандар мен атын өзгертіп алып отырмын. Ондай жағдайлар өздеріңізде де көп болған шығар, өздеріңіз бастарыңызда болмаса білетін адамдар. Сәл өзгертіңкіреп. Міне, негізі шамамен осылай болған оқиға. Көрдіңіз ғой, эмоциялық интеллекті игермеген адамдар достарымен ұрысып қалады. Досыңызбен ұрысып қалдыңыз ба? Өмірде бір рет болса да. Ұрысып қалсаңыз, демек сіз эмоциялық интеллекті игермеген болып тұрсыз. Осы мәселен енесімен сыйыспайды, ондай жағдайлар өте көп. Келіндеріне енелері болса, мәселен күн бермеуі мүмкін. Кісі сыртынан сөз айту, ұжымның арасындағы бір кісінің абырой болма, осының бәрі эмоциялық интеллектке келеді. Себебі эмоция дегеніміз латынша толғану деген сөз. Яғни адам төңірегімен қарым-қатынасқа түскенде пайда болатын көңіл күй. Бір жақсы бір адамды көріп қалсам, бір көңілін көтеріп кетеді. Міне көрдіңіз бе, толғанады, эмоция шығады. Бір жаман көретін адамды көрсем, тұнжырап көргім келмей, былай айналып өтіп кеткім келеді. Міне, адам әлеуметтік жаратылыс. Біз күнде адамдармен араласамыз, күнде. Үйде ата-ана, әйел, бауыр, балаларыңызбен, автобуста жолаушылармен, жұмыста әріптестермен, базарда саудагерлермен. Біздің күнделікті өміріміз қарым-қатынастан тұрады. Кез келген қатынас эмоцияға қозғау салады. Кез келген қатынас, кез келген адам сіздің ішкі эмоцияңыз қозғалып тұрады. Міне, біреу қуантады, екінші жылатады, үшінші көңіл түсіреді деген сияқты. Төртінші көңілді көтереді керісінше. Эмоциялық интеллектке тереңдемес бұрын эмоцияны зерттеген психолог Пол Экманның зерттеулерін бір шолып өтейік. Адам баласының бойында эмоцияның қанша түрі бар деген сұраққа талай ғалымдар бас қатырған. Солардың ішінде психолог мынау Пол Экман да бар. Бұл кісі енді эмоцияның 6 түрін қарастырады, 6 түрі бар дейді. Жалпы ғылым әлемі осы эмоцияны зерттейтін ол кісімен келіседі, эмоцияны осы жалпы барлығын былай топтастырсақ, осы 6 түріне саяды деп. Ол
Ашу, жиркену, қорқыныш, қуаныш, қайғы, таңданыс. Осы уақытқа дейін эмоцияны бір ақылдың жауындай көріп келдік. Эмоцияның негізгі 6 түрінің бірі ашуды алайықшы. 1000 жыл бұрын өмір сүрген түркі ғалымы тағы да Махмуд Қашқари ашу қысса ақылың ғайып болады деп жазған екен. Ашу дұшпан, ақыл дос. Немесе ашу шабыстырады, ақыл табыстырады деген қазақтың даналығы бар. Көрдіңіздер ма? Эмоцияны басқару байырғы замандарда да маңызды мәселе болған. Шындығында эмоция мен интеллект біріне қайшы ұғымдар емес. Керісінше бірін-бірі толықтырып тұратын түсініктер. Ғалымдар эмоция мен интеллекті қосып эмоционалды интеллект деген жаңа ілім алып келді. Интеллект ақыл. Мынау жаңағы эмоциялық интеллекті, эмоция мен интеллект екеуі қосылады осылай. Эмоция туралы тағы бірер сөз қосар болсақ, эмоцияның бірін жақсы, бірін жаман деп айта алмаймыз. Барлық эмоцияның өмірлік маңызы бар. Жаңа ғана Пол Экман жіктеген 6 эмоцияның бірі ашуды мысал етіп едік. Енді соның тағы бір қорқынышты таратайық. Қорқыныш деген эмоцияны. Эмоциялардың ең қуаттысы қорқыныш. Бұл миллиондаған жылдар бойы адамзатты аман алып келе жатқан эмоция. Жыртқыш аңдар, не болмаса улы өсімдіктер, сонымен қатар улы жаңағы жәндіктерден адамзатты сақтап келе жатыр қорқыныш. Қорыққанда адам бойында күш қуат пайда болады. Оны екі слайдтан қараңыздар, екі арнаға бағытталуы мүмкін ол. Біріншісі қашу, қорықсаңыз қашасыз, қашып құтыласыз қауіптен. Екіншісі қарсыласу, демек күресу. Қорыққан кезде екі жауап бар адам бойына. Қашып кетеді, сонымен күреседі. Қашу да, қарсыласу да адам бойынан қауіпке байланысты пайда болатын реакция, жауап. Мысал келтірейік. Егер көшеде келе жатқанда алдыңыздан бір қасқыр шықты делік. Не істейсіз? Сізде жауаптың екі түрі бар. Қашасыз, қасқырмен төбелесесіз. Қайсысы сіздің басыңызды аман алып қала алады, соны таңдайсыз автомат түрде. Қасқырмен енді күреспейтін боларсыз, енді қашып кететін шығарсыз. Қазіргі уақытта алдыңыздан енді қасқыр шыға қою екі талай. Басқа мысал алып қарайық. Түнде келе жатырсыз, алдыңыздан бір топ бұзақ шықты. Қолдарында қару, жаңағындай, мынандай пышақ, таяқ деген сияқты. Аздап ішіп алған сияқты, қисалаңдап жаңағындай байқап келе жатсыз ғой алыстан көріп. Сіздің реакцияңыз қандай? Қағып соғып жаңағы ортасынан жарып өте шығасыз ба? Түн ортасында? Әлде бағытыңызды сәл өзгертіп, басқа көшемен айналып өзіңіздің жолыңызға түсесіз бе? Көбі енді аш бәледен қаш бәле дейді, басқа көшемен бүйтіп айналып кетуі мүмкін. Бұл сіздің қауіпке жауабыңыз. Қауіпке жауабыңыз. Оған итермелеген қорқыныш атты эмоция. Қорқыныш қорқақтық емес. Көрдіңіз ғой? Қорқыныш бәріміздің бойымызда бар. Және ол біздің басымызды қауіп қатерден сақтайтын өте жақсы керемет эмоция. Мен қорықпайтын адамдардан қорқам негізі. Ал енді қорқыныштан туатын екінші реакция қарсыласуға келейік. Қарсыласуға. Оны екіге бөлуге болады, мәжбүрлі қарсыласу және саналы қарсыласу деп. Айталық, көшеде келе жатқан әлгі бұзақылардан қашып үлгермедіңіз.
Олар жан-жағыңыздан былай қоршап алып, бір үйдің бұрышына апарып, түннің іші бір үлкен үйдің бұрышына тығып, сізді ұра бастады жан-жағыңыздан. Қашуға жол жоқ, қашып кетер едіңіз. Не істейсіз? Ұра берсін деп үндемей бүйтіп, тұрасыз ба, өлтіріп тастасын деп? Жоқ, әрине. Жалынасыз. Ол да қарсыластың бір түрі ғой, жалынасыз. Ал жалынышты өтінішіңіз өтпесе жаңағыларға, көмек сұрап айқай саласыз, ойбай, құтқарыңдар, құтқарыңдар. Әліңіз жетпесе де, осылай қарсыласып бағасыз. Неге? Себебі сіздің эмоцияңыз себеп болған қарсыласу реакциясы сіздің жаныңызды сақтап қалу үшін барлығын салып жатыр жаңа. Бір минут болса да көбірек өмір сүруге, сізді өлтіріп алмауға эмоцияңыз жанталасып жатыр. Эмоцияның нағыз жаңағы мақсаты сізді тірі алып қалу. Мұны мәжбүрлі қарсыласу дейді. Қарсыласқаннан басқа себебі ана жерде амал жоқ. Қоршап алды, ұрып жатыр, не істейсіз? Енді саналы қарсыласуға келсек, жаздың кезі табиғатта достарыңызбен тамақтанып отырсыз, пикник, дастарханның үстінде 2-3 ара пайда болып, асқа ортақтасып зың етіп, енді жайбарақат отыра алмайсыз, жаңағы араны көрген бойдан қорқыныш пайда болады ғой. Шағып алу мүмкін кез келгенде. Жылан көрсеңіз де сондай қорқыныш пайда болады. Себебі бұл қорқыныш өз тәжірибемізбен миллиондаған жылғы генетикалық ақпаратта жылан көрсек шағып алады, ара көрсек шағып алады. Денең тітіркеніп кетеді жаңағындай нәрселерде. Ал құмырсқаны көрсең ондай эмоция, ондай әсер болмайды ғой. Ал егер жаңағы ара емес шыбын ұшып жүрсе жаңағы жерде, быз деп. Бойымызға ара көргендей сезім келмейді. Мазалап жүрген 2-3 араға қатысты сіздің реакцияңыз қандай болуы мүмкін енді осы жерде? Қашып кетесіз ба аралардан? Ауылда кішкентай кезімізде араның ұясын бұзып қашатын едік. Бұл жол тек 2-3 ара, үлкен ұя жоқ. Қаша қоймайтын боларсыз деп ойлаймын. Себебі қорқыныштың екінші реакциясы бар, қарсыласу деген. Қарсыласу. Бұл саналы қарсыласу. Әлгі араларды ебін тауып, жерге жантайтып жібересіз. Қауіптің беті сейілді, қорқыныш сезімі кетті. Бұны міне саналы қарсыласу. Ежелгі заманда эмоция адамдарды қорғап келді. Ежелгі заманнан қазірге дейін. Ол бертін келе қауіптің алдын алуды ойластырдық адамдар. Қауіпті сезіну адам үшін үлкен стресс, қауіп сезіну деген. Оны сезінбегенді қалайды. Кез келген адам қауіп сезінбегенін қалайды. Сондықтан заң шығарды. Жаңағындай бұзықтық жасаса, оны заң алдында жауапқа тартамыз. Соны ешкім мас болып қарумен шықпайды алдыңыздан. Біреуге қасақана ұрынуға болмайды. Барар жерің абақты, қарумен жаңағы көшеде жүрмейсің. Күнделікті көшеде жүргенде жаңағы алдымыздан қазір бұзақылар шықпайды. Ондай қорқыныш демек болмайды. Көшеге шықсаңыз, енді күнде 90 жылдар болған шығар, қорқып, қай жерден кім шығып қалады екен, барлық көшенің жарықтары сөндірулі, қазір ол жоқ қой. Жалпы адамның өмірі мына ғаламдағы аса құнды зат, құнды нәрсе. Өз өміріңізді, немесе бауырыңыз, не балаңыздың өмірін ақшаға айырбастайсыз ба? Әлемнің алтын алдыңызға тосса да өмірін қимайсыз, солай ғой. Міне, адамзаттың тарихы да адам өміріне төнетін қауіптің алдын алу тарихынан тұрады десек қателеспейміз. Жәндіктер айталық.
ара мазалай ма? Адамдар оны жоятын түрлі химикаттар ойлап тапты. Түнде жатқанда жыланнан қорқпаймыз, қорқып жатпаймыз. Себебі үй салып алдық. Қымтап қойдық жан-жағын. Жылан түгіл құмырсқа кірмейді. Әрине, үй тек жыланнан қорғамайды, түрлі қауіптен қорғайды. Жаңбыр жауып кетуі мүмкін, мал-мандай су болып, ауырып қалмаудан, жоғарыдан жаңа шақырайып күн түсіп, күн өтіп кетпеуден. Байқайсыз ба? Адамдар қауіптің көзін жойып отырған, әлі жойып келеді. Өзімізді қауіпсіз сезінгіміз келеді. Сол үшін сақтық шараларын аламыз. Тағы бір мысал келтірейін. Эмоциялық интеллекттің маңызын насихаттап жүрген ғалым Дэниел Гоулман өз басынан өткен бір оқиғаны былай жазады. Ол кісі түнде көлікпен келе жатады ғой. Соны сіркіреп қар жауып тұрады, қар аралас жаңбыр. Жақсы тас жолда құрғақ жаңағы. Бетіне түскен қар көккүмбек жаңа мұзға айналады, сосын арты суық болып. Сосын бұл скороспен жаңа жүйткіп келе жатқан Дэниел енді автоматты түрде адам ойлайды ғой, қазір тайып кетуі мүмкін деген сияқты. Сосын жаймен тайып кетпес үшін көлігінің жылдамдығын баяулатады. Себебі есінде эмоция пайда болды да, қорқыныш. Бір жарты сағаттан соң жаймен келе жатса, алдынан бір шоғыр көліктер шығады. Тоқтап, сөйтсе бұлардан озып кеткен, болмаса озбаса да әйтеуір бір жылдамдықпен келе жатқан көліктер соқтығысып, жерде үлкен апат болған. Міне, ол кісі айтады да, міне дейді, қорқыныш, менің бойымда автоматты түрде пайда болған қорқыныш мені сақтап қалды дейді, болмаса мен де кіріп кетуім керек еді сол жерге дейді. Эмоция деген сөздің түп атасы жалпы латынша әрекетке қозғау салу деген мағына білдіреді. Түрлі мағынасы бар, әрекетке бастатады кез келген эмоция. Демек, әр эмоцияның өзінің қызметі бар. Міне, эмоция дегеніміз осы, бұл адамның эмоциялық жағы, жалпы адамның екі бастауы бар. Эмоционалды бастау және рационалды бастау. Эмоционалды бастау сезімге жауап берсе, сезім. Ал рационалды бастау ақыл, білім, логикаға, қисынға жауап береді. Бұлардың бірісіз күні жоқ. Қанша жерден білімді болсаңыз, ақыл ойыңыз 10 жерден дамып кетсін, егер эмоциялық тұрғыда дамымай қалсаңыз, өмірде табысты болмайсыз. Немесе керісінше, эмоциялық тұрғыда дамып, бірақ біліміңіз болмаса, қазіргі заманда жетістікке жету неғайбыл. Сондықтан таразының басын тең ұстап тұру керек. Эмоциялық интеллекттің жұмысы сол, таразының басын тең ұстап тұру. Себебі эмоциялық интеллект жоғары адамдар сындарлы сағаттарда, сынақтың сағаттарында дұрыс шешім қабылдап, тиімді әрекет етеді. Біздің дәуірімізге дейін өмір сүрген Пабло Сирус деген кісі, эмоцияңды басқармасаң, эмоцияң өзіңді басқарады деген. Көне гректерді былай қойғанда 7-ші, 12-ші, 13-ші ғасырларда Түркістан өңірінде өмір сүрген ойшыл Ахмет Игенекидің өз ашуын басқара білген адам күшті адам деген сөзі бар. Өз ашуын басқара білген адам күшті адам дейді. Байқасаңыз, көне замандарда да эмоцияны басқарудың маңыздылығын ойшылдар атап өткен. Қазіргінің тілімен айтсақ, өз эмоциясын басқара алатын адам кім? Эмоциялық тұрғыда интеллигент адам. Былайынша айтқанда ақылды адам. Эмоционалды және рационалды бастауымыз күнделікті көрініс табады.
бозбалалық шақтан мысал келтірейік. Көбіміз мектеп қабырғасында ғашықтықтың дәмін татамыз. Сол сәттерде ойша оралайықшы. Асан плюс Анар деген секілді жазулар жазылып кетеді достарымыз. Кластастар, немесе тумалар, ана қызды жақсы көреді деп мазақтаса, біздің рационалды ойымыз жоқ деп жаңағындай жоққа шығарып жатады. Бірақ эмоционалды күйің әлгі қызды мәселен ұнатып тұрады. Көрдіңіз ба? Сонда екі бастау рационалды, эмоционалды күресіп жатады. Рационалды айтып жатыр, жоқ. Ол қызды вообще танымаймын. Ал эмоционалды тұрғыда мүмкін шынында да жақсы көретін боларсың. Бізді әрекетке бастайтын ақыл емес негізі. Біз бір нәрсе істейміз ғой, ақылмен істемейміз. Көбінесе сезім түрткі болады. Бізді әрекетке бастататын сезім. Айталық, адамдар шылым шегудің зиян екенін біле тұра, ақылмен түсінсе шегетін адамдар. Оны қою үшін түрлі эмоцияларды іске қосу керек. Шылымнан жиіркену керек. Мәселен, шылымның сыртында бір жаман суреттер болады ғой қазір шығып. Не үшін? Оны эмоцияларына қозғау салу үшін да. Жаман әдеттерден арылтатын әдеттердің бәрі осы эмоциясына қозғау салу арқылы іске асады. Эмоционалды және рационалды деген сөздер түсінікті болу үшін қарапайым тілмен рационалды дегенді бас, ал эмоционалды эмоция міне жүрек деп біліңіздер. Әрине эмоцияға жүректің дым қатысы жоқ. Рационалды да, эмоционалды орталықтардың бәрі басымызда. Оны алдағы сабақта, сана сезім сабағында толығырақ айтамыз. Бастың жұмысы барлығын. Эмоция күшейгенде бастың жүрекке әмірі жүрмей қалады. Әркімнің басынан ондай жағдай күнделікті болып тұрады. Сіздерге үй тапсырмасы бас пен жүректің таласқан сәттерін еске түсіріп көріңіздер. Бір оқиға жазыңыздар. Оған мысал өте көп. Жоғарыдағы ғашық болу туралы, жақсы көрмеймін деп жоққа шығару мәселен. Ақылды адам жөнінде сөз қозғадық. Эмоционалды тұрғыда ақылды болуды үйренуге болады дедік. Ал енді ақылды қоғам туралы сөз етелік. Видеоға назар аударыңыздар. Тәрбиешінің жылаған балаларды таяқтап тәртіпке салғаны бақылау камерасынан анық көрініп тұр. Сот медициналық сараптамада балаларға жеңіл деңгейдегі дене жарақатын салған деген қорытынды шығарыпты. Қатал тәрбиеші енді сот алдында жауап беруі тиіс. Астанада балабақша қызметкерінің бүлдіршіндерді оңды солды ұрып жүргені бақылау камерасына түсіп қалыпты. Оны ата-аналар байқап қойып, содан айқай-шу шыққан. Кәмелетке толмаған балаларды ұрып соқты деген әйел қамауға алынды. Арт жаққан жерлерге пышақ тығып алған. Түркістан облысында апалы сіңлілі 3 қызды ұрып соқты, оларға дене жарақатын салды деген әйел қамауға алынды. Қамауға алынған әйелдің аяғы ауыр, жасы 28-де. Ал өгей шешелерінен жәбір көрген қыздар қазір ауруханада жатыр. Мыналар тыртықтардың бәрі сол плоскопспен қызғаннан бәрі плоскопс деген. Мыналарды жартысы плоскопспен деген. Тәрбие жөніндегі орынбасардың тәртіпке шақыру тәсілі. Алматы облысындағы мектептердің бірінде шәкірттерін ұрған ұстаздың әрекетін оқушылардың бірі таспаға түсіріп алып, ғаламторда таратты. Неге бастайсың? Мен бастаған жоқ вообще. Тамақ жеп тұр көресің. Жоқ, ойнамайсың. Неге ойнамайсың? Мына сұмдықты қараңыз. 11-ші сыныптың бір топ оқушысы 14 жасар бозбаланы айдың күннің аманында аяусыз соғып өлтірді. Бұл жағдай Қызылорда облысы Төменарық ауылында болған. Еліміздің мектептерінің бірінде баланы ұрып жатқан мұғалімді оқушылар ұялы телефонға түсіріп алып, интернетке жариялап жіберген. Ұстаз оқушыға қол көтеріп жатқан бейне жазба дәл қай мектепте, қай сыныпта түсірілгені әлі белгісіз.
Ал Қарағандыда бірнеше оқушы бір баланы жабылып ұрып кетті. Жеткіншектер қоғамдық тамақтану орнында елдің көзінше балаға әлімжеттік жасапты. Олардың бұл қылығы бақылау камерасына түсіп қалған. Ғимарат ішінде басталған ерегесті қаршадай балалар далада жалғастырған. 11 жастағы баланы қапыда соққы жасап сұлатып, қалғандары жабыла тепкілеп жүр. Ересектердің айқайы болмаса тоқтайтын түрлері жоқ. Қазір полиция күші тасыған мектеп оқушыларын анықтап, бұзақылық бабы бойынша тексеріс жүргізіп жатыр. Алматы облысында 9-шы сынып оқушысы төбелес кезінде қаза тапты. Талғарлық Шахзат Махметовті жоғарғы сынып оқушылары ұрып өлтірген. Былтырдың өзінде балаларға қатысты 2000-нан астам қылмыс жасалған. Өздеріңіз көргендей, осындай жаңалықтар күн сайын көбейіп бара жатыр. Тәрбиешілер бүлдіршіндерді, оқушыларды, мұғалімдер оқушыларды сабап жатыр. Қайғылы оқиғамен аяқталып жатқандарда өкінішке қарай баршылық. Жылына осындай 2,5 мың іс тіркеледі екен, 2,5 мың. Анау Абай ауылындағы зорлық көрген баланы естеріңізде болар. Бұл бізге қатысы бар адамдар, білім бөлімі, жергілікті полиция, бәрі де былай жылы жауып қоя салғысы келді. Сол сияқты жылы жабылып қалып жатқан қаншама. Бұл тек балаларға қатысты қылмыс. Ал жалпы 2018 жылы 145 мың қылмыс тіркелген, 145 мың. Күніне 400 қылмыс. Қылмысты екі жақ жасайды ғой. Біреу жаңағы қылмыскер, екінші жәбірленуші. Егер әр қылмыста тек қана 2 адам қатысты деп есептесек, әрине 2 адам қатыспайды. Бір жылдың ішінде қылмыскер не жәбірленуші болуыңыз ықтимал. Бір жылдың ішінде жәбірленуші немесе қылмыскер болу ықтималдығы бірде есептеп шығарын 1,65 екен. Демек, осы біздің курсқа қатысып отырған, мәселен, әрбір 62 адамның ішінде бір жылда қылмыскер, жәбірленуші болады. Бұл үлкен проблема. Енді осының себебі неде деп ойлайсыздар? Егер қасақана болмаса, көп қылмыстың себебі эмоцияда жатыр. Жоғарыда адамның 2 бастауы бар деп айттық, интеллект пен эмоция. Егер ақылға салсақ, біз қылмыс жасауға бармаймыз. Ақылға салатын болсақ, рационалды ойлау жүйеге салсақ. Айтып отырғаным, қылмыс жасағандардың басым бөлігі кейіннен өкінеді. Қылмыс жасағандардың басым бөлігі кейіннен өкінеді. Қылмыс жасамай-ақ қыз балықпен біреуге тіл тигізсеңіз, немесе болмашы нәрсе себеп болып, біреуге сөзге келіп қалсаңыз, миыңызды уақытша құрсап алған эмоция сейіледі біраздан кейін. Оның орнына ақыл басқан соң, соны ойлайсың, осы нем бар еді осы құрсын деп өзің қылығыңнан ұяласың да, өкінесің тіпті. Ол не дегеніміз? Сана эмоция құрсауынан шыққан соң, ақыл, яғни рационалды бастауымыз адамды сабасына түсіреді. Көз алдарыңызға таразыны елестетіңіз, мынандай 2 басы бар таразыны. Бір жағын эмоция басып кетсе, ақылдың аяғы аспаннан келеді. Сондықтан эмоциялық интеллекті игеру адам жетістік үшін ғана емес, жалпы қоғамдық қауіпсіздік үшін де алғашқы орынға шығады. Эмоциясын басқара алмаған адам өзін де басқара алмайды. Эмоциялық интеллект дегеніміз эмоцияны ақылмен басқару, бағана айттық қой, ақылмен басқару. Білімді адамның бәрі ақылды бола бермейді. Қазіргідей жалпы білімнің жоқ кезінде, қазір бәрі білімді ғой, жалпы білімнің қазіргідей жоқ кезінде
Мектеп пен университетті көрмеген не бір дала даналар болды ғой. Хат таныған болар, бірақ қазіргідей білім алмаған. Сондықтан ақылды адам дегеніміз өзінің және өзгелердің эмоциясын танып біліп, соны ықпал ететін адамды айтамыз. Эмоцияны басқаруды үйренуге бола ма? Міне осы сөз келесі тақырыбымыз үйренуге бола ма деген. Ғалымдар айтады, болады дейді. Эмоциялық интеллект бұл қанмен берілетін генетикалық коды емес. Әріп танимыз, мәселен оқып, үйрендік бәріміз. Сандарды санап, 1 қосу 2 деп есеп шығарып үйрендік. Көлік жүргізіп үйрендік. Көбіміз көлік жүргізетін шығармыз. Оқуда, есеп шығаруда, көлік жүргізуде бұл дағды. Дағды дегенде сөзде навык орысшасы, ағылшыншасы skills. Міне көрдіңіз ғой. Эмоцияны басқаруда сол сияқты дағды. Демек, дағдыны үйренуге болады. Кез келген дағды шыңдалады. Дағды тәжірибемен, қайта-қайта бір нәрсені істей берсеңіз, қайталаумен бойға сіңеді. Айталық, домбыра тартуды үйреніп алып, күнделікті даярлансаңыз, былай, шебер орындаушы боласыз біраз уақыт өткен соң. Эмоциялық интеллекттің құрылымы міне кестеде көрсетілгендей сезіну мен әрекеттен тұрады. Сезіну, әрекет. Ол өзіңізге және өзгелерге бағытталады. Өзіңді сезіну, өзгені сезіну, өзіңе қатысты әрекет ету, өзгеге қатысты әрекет ету деген сияқты. Эмоциялық интеллекттің құрылымы осылай міне 4 бөліктен тұратын 18 құзыреттен компетенция, компетенс дейді. Осы 18 былай қарағанда біліктен тұрады екен. Кең таралған жіктеу бойынша эмоциялық интеллект 6 құзыреттен тұрады. Бұл курстағы эмоциялық интеллект бөлігінде осы 6-ын меңгеріп шығамыз. Сонымен олар мыналар. Осы 6 арқылы жоғарыдағы 18 құзырет бар ғой, жаңа слайдтан қараған. Осының барлығын қамтитын боламыз. Келесі сабақтарда осылардың әрқайсына бір сабақ арнаймыз. Неге? Өте маңызды әрқайсына. Келер сабақ сонымен сана сезім тақырыбына арналады. Сана сезім дегеніміз не? Оның адам өміріне қаншалықты әсер ететінін талдаймыз. Сосын үй жұмысын жасаңыздар. Үй жұмысында эмоциялық интеллект анықтау үшін тест берілген. Сол тестті тапсырыңыздар. Осы тестті осы сайтта, қазір осы сабақ аяқталған соң келіп тапсыра салыңыздар. 3-ші сабақты ашасыздар. Енді қазір ашып кіріп отырсыздар ғой. Соны алдыңыздан тест шығады. Соны тестті бастау деп бассаңыз, сол тесттің тақырыбы шығады. Сонымен сау болыңыздар. Келесі сабақта сана сезімді үйренетін боламыз.